Біздің жігіттеріңіз шыдамайды екен ғой. Намыстан кеттім. Содан ана кімді шақырдым, Дәулетті. Бір тоға жігіт қой, өздерің жүресіздер. Дәулет, қалай болсын шыда. 2 ай ма шыда. Рейтинг жауып алдым деп мәз болып жүрді. Меня слышно? Айжан, Да, да, слышно, слышно. 18 күн бұрын солай істеп регистрация идет. Сондай Ол істегендер миллион алды. бірақ енді толық Дәулет бүйтіп кеткен, семіріп. Қайтып келгенде мынаны өкілді. 18 жыл. Үйден де түзден де тыс. Ал мына жерде сен ауылдың іргесінде жұмыс істеп, ақша тауып жүрсең қандай жақсы. жоқ, қайтадан оқу керек. Қайтадан оқы. Айжан, звук выключен. Айжан, слышно? Да, 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 слышно. Егер регистрация бітіп қойса, онда бастай берейік па? Регистрация, иә, әлі болып жатыр, бірақ халық жиналды осыдан. Онда бастай берейік па? Төраға айтып жатыр, бастай берейік деп. Бастай берейік. Қарсы өтеді дейді. Иә, жақсы, жақсы, бастай берейік онда. Онда сәлеметсіздер ме, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен аты жөнім Ысқақ Думан Манапұлы, Құндыз ауылдық округінің әкімі болып лауазымда қызмет атқарамын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың төрағасы боламын. Естеріңізге сала кетейін, қоғамдық тыңдауларды өткізу ережелеріне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың барлық процесін бейне жазбасы жүргізіледі. Бүгін 7-11-2025 жылы ашық жиналысқа Қаншоқы кен орны Абай облысы бойынша 2019 жылғы 22 сәуірдегі берілген нөмір 78 ЛЭЛ лицензиясы аясында қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспарына әсер етуге экологиялық рұқсат алушы құжаттар жиынтығы шығарылады. Белгіленген қызмет бастамашысы Қазкоппер жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Қоғамдық тыңдау ашық деп жарияланды. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес хатшыны сайлау қажет. Хатшы қоғамдық тыңдаулар хаттамасын мемлекеттік және орыс тілдерінде сапалы жасауға жариялады. Хаттамаға қол қояды және 2 жұмыс күні ішінде хаттаманы бірыңғай экологиялық порталға жүктейді. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауға ұсынамын. Хатшы ретінде Ануар Мұсақанов ұсынылады. Хатшыны бекіту үшін дауыс берулеріңізді сұраймын. Бекітуге келіскен қатысушылардың қол көтерулерін сұраймын. Келесі күн тәртібі ұсынылады. Аталған жобаға қатысты материалдар баяндама түрінде қарастыру. Берілген уақыт 15 минут. Екінші сұрақ жауап. Қоғамдық тыңдау барысында барлық қатысушылар өз пікірлерін білдіріп және баяндамашыға сұрақ қойылады. Берілген уақыт 10 минут. Үшінші қорытынды жасау және қоғамдық тыңдауды жабу. Берілген уақыт 5 минут. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Күн тәртібі бекітілді. Тыңдаулардың төрағасы мен хатшысы тағайындалды. Баяндамашыға сөз беріңіз. Рахмет, сөз бергенде. Ал енді қазіргі осы баяндама ол Қаншоқы? Қаншоқы кен орны Абай облысы бойынша 2019 жылғы сәуірде берілген нөмір 78 лицензиясы аясында қатты пайдалы қазбалар барлау жоспары жоспарланған қызметке байланысты экологиялық әсер етуге рұқсат алу үшін құжаттар жиынтығына бойынша қоғамдық тыңдауларға баяндама. Жоспарланған қызметті жүзеге асырудың мақсаты Абай облысы бойынша 2019 жылғы 22 сәуірде нөмір 78 ел лицензия аясында қатты пайдалы қазбаларды барлау. Қазақстан Республикасы экология кодексі 2-ші қосымшасының 2-ші бөлімінің 7-12 тармағына сәйкес көзделіп отырған қызмет 2-ші санаттағы объектілерге жатады. Әкімшілік жағынан көзделіп отырған қызмет учаскесі Абай облысы, Абай ауданының аумағында орналасқан тереңдіктегі мыс кенді аймақтары мен денелердің параметрлері, олардың
химиялық құрамын анықтау мақсатында осы барлау жоспарында 2026-2030 жылдары аралығында ұңғымаларды бағаналы әдіспен кезең-кезеңмен бұрғылауды орындау жоспарлануда. Жалпы бұрғылау көлемі 15.000 погонный метр. Болатын жұмыстың 3 кезеңі жоспарлануда. Лицензияның ауданы 109 км шаршы метр құрайды. Кен орнын игеру маусымдық түрде жүзеге асырылады. Маусымдық жыл кезінде 7 ай көлемінде мамыр қараша ауысым ұзақтығы 11 сағат, жылына 213 жұмыс күнін құрайды. Тау-кен жұмыстарының жоспары барлау жұмыстарын 6 жыл ішінде жүргізу жоспарлануда. 2025-2030 жылдары одан кейін ұзартуы мүмкін. Қызметкерлер саны 50 адам. Жоспарланып отырған қызметке дейінгі ең жақын тұрғын аймақ Шүркедір ауылы солтүстік шығыс бағытта 1-2 км қашықтықта орналасқан. Әрі қарай қоршаған ортаның жекелеген құрамдас бөліктеріне әсерлерді қарастырамыз. Бірінші, ауа ортасына әсері, атмосфералық ауаға эмиссиялар. Жоспарланған қызметте іске асыру кезінде ластаушы заттар шығарындыларының көлемі 2026 жылы 29,52 тонна, 2027 жылы 24,82 тонна, 2028 жылы 24,03 тонна, 2029 жылы 22 тонна, 22,16 тонна, 2030 жылы 2030 жылы 15 тонна, бүтін 28 тонна болып деп күтілуде. Жұмыс істеп тұрған технология жауаптың атмосфералық аудан жай-күйінде әсерін азайту, олардың жер бетіндегі концентрациясын төмендету және нормативтен тыс және атмосфераға зиянды заттардың авариялық шығындыларын алдын алу үшін жоспарлау және технология іс-шаралардың кешенін көзделеді. Персоналдық қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздік ережелерін және жұмыстарды орындау кезінде пайдалану ережелерін сақтауға оқыту. Жабдықтарды тұрақты техникалық тексеру, ақаулы материалдар мен жабдықтарды ауыстыру, пайдалану сенімділігін қамтамасыз ететін материалдар мен жабдықтар қолдану, автокөлік пен арнайы техникалық байқаудан өткізу, сондай шығарындылардың уақыттылығын бақылау, жабдықты жоспарлы тексерумен қамтамасыз етіледі. Тау-кен, көлік және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу кезінде шаңды беттерді, автожолдарды құрғақ және жылы кезеңде гидропулауынды басу, тиімділігі 80%. Бүтін газдардың тазалау жүйесі, бір қозғалғыштардың жабдықтар мен техника пайдалану каталитикалық нейтрализаторлар орнатылған. Жалпы алғанда нысан атмосфералық ауаға әсері рұқсат етілген деңгейде деп бағаланады. Су ортасына әсері. Лицензияланған аумақ арқылы Құдырды, Көшікбай, Сарыөзек, Қыстаубай, Рақымжан және Қылышбек өзендері ағып өтеді. Құзыретті органдар қаралатын аумақтың шекарасында су қорғау аймақтары мен су объектілерінің белдеулерін белгіленген. Жоспарланған жұмыстар су қорғау белдеуінің тыс аймақта жүргізіледі. Жұмыс барысында су тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерге қажет болады. Жұмыстарын жүргізу учаскесін шаруашылық ауыз сумен жабдықтау мамандырылған үй мен шарттық негізінде әкелетін сумен көзделеді. Ауыз су сапасын тұтыну жылына 262,5 тонна 5 куб құрайды. Шаруашылық тұрмыстық ағындары бұру су өткізбейтін ойығы бар дәретханаға жүзеге асырылатын болады. Шұңқырдан шығатын ағындар қажеттілігіне қарай шарттық негізде мамандырылған ұйымдарға тапсырылатын болады. Жұмыстарды жүргізу учаскесін техникалық сумен жабдықтау мамандырылған ұйымдармен шарттық негізінде әкелетін астығымен көзделеді. Техникалық сападағы тұщы суды тұтынудың шекті көлемі жылына 3500 куб құрайды. Жер үсті және жер асты көздерінен тікелей су алу, сондай сарқынды суларды жер үсті және жер асты субъектілеріне жер қойнауына немесе жер бетіне ағызу өндіру жұмыстары процесінде жүзеге асырылмайды. Жер үсті және жер асты суларын қорғау мақсатында бірқатар су қорғау іс-шаралары көзделеді. Қалдықтар туралы ақпарат. Көзделіп отырған қызмет объектілерінің жұмыс істеуі, өндіріс және тұтыну қалдықтарының пайда болуымен сүйемелділіктен болады. Қалдықтардың түзілуінің жалпы шекті көлемі жылына 14 тонна 335 кг, оның ішінде қауіпті жылына 1 тонна 27 кг, қауіпсіз жылына 13 тонна 65 кг құрайды. Жобалық құжаттаманы әзірлеу кезінде нақтыланады. Жер қойнауы мен топыраққа әсері.
жер ресурстары мен топыраққа теріс әсерді төмендету мақсатында пысықталатын учаскелердің жұмыстарды бастамас бұрын оны кейіннен рекультивациялау кезінде пайдалану мақсатында құнарлы өсімдік қабатын алынатын болады. Жұмыстарды жүргізудің барлық кезеңінде алынатын құнарлы өсімдік қабатының максималды көлемі 1510 куб құрайды. Оны сақтау қазбаларды бортында жүзеге асырылатын болады. Жер ресурстарына теріс әсерді азайту және болдырмау үшін көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру барысында келесі қорғау шаралары көзделген. Ол бірінші ұйымдастырылған қоқыс үйінділері болуын болдырмау үшін өндіріс және тұтыну қалдықтарын орны бойынша уақытша жинақталу, арнайы бөлінген ыдыстарда және қатты жабыны мен қорғаныс борттары бар алаңдарда көзделенеді. Екінші, ол Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізу бөлінген жер учаскелеріне тыс жерлерді өсімдік жымылғысы мен топырақ қабатын бұзуға тыйым салу шаралар қабылдау. Үшіншісі, жұмыстарды жүргізу аяқталған кейін жер қойнауын және жер қойнауын пайдалану туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 197 бабына сәйкес бұзылған жерлерді рекультивациялауды жүзеге асыру және жою актісі бойынша жер учаскесін тапсыру. Нысанның жер қойнауына және топыраққа әсер рұқсат етілген деңгейде деп бағаланады. Өсімдік пен жануар әлеміне әсері. 19 мамыр 2025 жылғы Абай облысы бойынша облыстық орман шаруашылығы және жануар дүниелері аумақтық инспекциясы мемлекеттік кәсіпорны және 29 сәуір 2025 жылы Қазақ орман орналастыру кәсіпорны Семей орман мемлекеттік кәсіпорын хаттарына сәйкес көзделіп отырған қызмет учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақ шегінде Семей орманы Таудалы филиалы Аягөз орманшылығының номер 54, 56, 57, 58 орамдарында орналасқан. 8 маусымда 2017 жылғы ОХДПРО бойынша мемлекеттік кәсіпорын ақпараты бойынша көзделіп отырған қызмет учаскесі сәйкес сирек кездесетін құрып кету қауіп төнген тұяқты жануардың қазан арқа мекендейтін орны және көші-қон жолдары болып табылады. Қазақстан Республикасы 2004 жылғы 9 шілдедегі 593 номер 593 жануар дүниесін қорғау ісін мойындату және пайдалану туралы заңның 15 бабы осы 4 тармағына сәйкес осы 3 тармақта көрсетілген жағдайларды қоспағанда сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төнген жануарлар түрлерінің сынып санының қысқаруына немесе мекендеу ортасының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін әрекеттерге жол бермейді. Жоғарыда айтылған жайларға байланысты осы жоспарға сәйкес Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерваты Таудалы филиалының жер учаскесінің шекараларында, сондай-ақ олардың буферлік аймақтарының шекараларында жердің күздігі бетінің бұзылуына байланысты барлық жұмыстарға қатаң тыйым салынады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде оператор жоспар бойынша барлық жұмыстарды жерлерінде түспейтін 1 мен 3 учаскесінің шекарасында қатаң түрде жүргізуі міндеттенеді. Сонымен қатар, жобада өсімдік және жануарлар дүниесін сақтау бойынша шаралар қарастырылған. Жұмыстың кез келген түрін жүргізу кезінде табиғат қорғау заңнамасының бұзылуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар міндетті түрде орындалатын болады. Нысанның өсімдік және жануарлар дүниесіне әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Адамдардың өмірі мен денсаулығына әсері. Жүргізген есептеулер нәтижесі бойынша атмосфералық ауадағы ластаушы заттардың шекті рұқсат етілген концентрацияларын және шу деңгейінің рұқсат етілген шамаларына асып кету жағдайлары тіркелмеген. Тұрғындардың денсаулығына шамадан тыс әсері болмайды. Жобаның әлеуметтік экономикалық салдарын оң сипатқа ие. Жобаны іске асыру өңір экономикалық дамуына және халықтың әл-ауқатына артуына ықпал етеді және жаңа жұмыс орындары ашылады. Жергілікті бюджетке түсімдер көбейеді. Қорытындылай айтсақ, жүргізілген есептер мен таңдауларға, сондай-ақ қабылданған технологиялық шешімдерге сәйкес нысанның қоршаған ортаға теріс әсерлері тек жұмыс аймағымен шектеледі және оның шекарасынан тыс таралуы болмайды. Қолданыстағы экологиялық нормалар мен ережелері технологиялық шешімдермен және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану талаптарын сақтау кезінде жоспарлаған қызмет қолданыстағы экологиялық жағдайы бұзбайды, қоршаған ортаға материалдық өзгерістер туғызбайды және халық денсаулығына зиян келтірмейді. Қорытынды,
жобаны іске асыру қоршаған ортаға елеулі немесе қайтымсыз залал келтірмейді. Баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Тыңдағаныңызға. Енді Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз қоюға болады. сұрақтар болса. Сұрақтардың бәрін қойып тастады ғой. Иә, сол бір тақырып сияқты. Ата қойын дейді. Өзіңіз аты жөніңіз айтсаңыз тағы. Құндыз ауылы азаматымын, тұрғын, ардагерлер кеңесінің төрағасы Тайтиров Қайырбек Қалқаман. Мен енді мына бүгін қоғамдық тыңдау ғой. Мен енді осы аудиент 60-сына беретін қойып жатыр. Бұл осында енді осы облыс бастап депутаты Сыдық Нұрлан деген азамат Абай ауданының Шығыс Қазақстан облысы қарағанды облыс бастап депутаттығынан сайланып өткен болатын. Қаражырда техника директор екенде соғысқа жолыққан. Ал енді көріп тұрсың, өлежеттілерге тексерілген осы болды. Соғысты сусасымен сол Қаражырдың өндіріс техникалық директоры Дулат Сыдықов бас керуенге шақырып тапсырма берді. Орыс азамат жас 35-40 күн көлеміндегі. Бірақ маған айтты, сен енді уақытты алма, анда-санда өз жұмысың келгенде осы азаматқа жолығасың, осы бас керуенге Қаражырдың кәсіпорны. Осы анықтап сізге хабар жауабын береді деді. Мен енді барып тұрмын анда-санда. Сонда ол келді, бас керуен қой, өндірістік кооперативтің Қаражырда. Қалған түгел тексердім, бармаған разметчик жоқ. Сонда осы жаңа Қаншоқ деген жерде мыс бар екен, ол бірақ сол тексерген кезде 28% деп анықтаған екен. Анықтаған қорытындысы кейін тағы көреміз деп аяқ сұралды деді. Жазықта кокстаған көмір бар екен деді. Бірақ ол орыс азаматы айтты маған, бұл енді түгел документтерді Москваға алып кетті деді. Нақты документі қолымызда жоқ. Одақ тараған кезде 96 жылдан бері қарай, 93 жылдан. Менің мәліметім осылай деді. Енді бүгін тәуелсіздіктің 35 жылдығы дейміз. Қазақ азаматтарының өзіміздің мына мемлекетіміздің меншік жеріндегі және қоғамдық жер асты ертіс зерттеп жатқанымыз болып отыр. Азаматтардың келіп осындай тұрғындармен келісіп қоғамдық тыңдау өткізіп, осыны сіздер осындай кең барлау бар екенін, осыны жөн істеп қарай сіздер пікір алысып отырған өзім ризамын. Және егер болған күннің өзінде мен бұрын енді ауданға бюджетке өтетін негізі. Бізде жаңа дегендер болды алтын. Олар аудан бюджетке келеді. Енді қазір әкім айтып отыр. Ашылған күннің өзінде және жергілікті Құндыз ауылдық округінің бюджетіне түседі. Бұл өте құпталатын нәрсе. Біз енді қалпын кетіп отырған еліміз. Біз енді жаңағы басында бюджетке қаралады ғой, кең барлау деп қаражат бөлінді. Аз болса. Соған мен Құндыздың экономикалық әлеуметтік дамуына параллель ретінде көрсетті 1 миллиард теңге немесе 500 миллион доллар. Келбетіміз біз өсіп, бізде қалтамызда қаражат түскенге біз өз айтылысы болады. Халықтың тасы болады. Және әкім айтып отыр, біз қандай жағдайда көмектесеміз, азаматтар тауып береміз деп отыр. Жаңағы енді жергілікті азаматтарына. Біздің талабымыз Құндыз ауылдың өркендеуіне, дамуына, өзіміздің жердің астында байлықты құсап, халық игіне берілмеу. Біз азаматтардың осыны келбетті жұмытқан еңбегіне және қоғамдық дамуына өзіміз риза болып отыр. Енді жаңағы айтқан барлауға бөлінген қаражаттан бізге бір шетте 6 жыл деп сол ғой енді. 6 жылда талай уақыт қой енді. Бюджет қаралған кезде кішкентай ауылға экономикалық дамуына деп миллиардтай бөліп қарастырып қойса, бізде заинтересованымыз ауыл тұрғындарды кішкентай қозғалысы болады. Біз енді ауыл экономикалық әлеуметтік дамуға жұмсаймыз ғой, халықпен санасып отыр.
Соған енді бір сіздерден көмек жасауыңызды сұраймыз. Құптарлық нәрсе, мен қолдаймын өз басым, ардагерлер кеңесінің төрағасы. Бұл енді азаматтардың, қазақ азаматтарының өзінің жерін байлығына ие болып, халықтың санасына отырғанына бар рахмет. Жердің байлығы енді халықтың меншігі деп, халықтың баяғы ұлттық қор деп беріп жатыр ғой, үкіметтен көмек жасап жатыр. Сондықтан да өзіміз аздап кішкентай жер астындағы байлыққа ие болсақ, кішкентай соны бір тебелеп көрсек деген ғой. Басқа ешқандай нәрсе жоқ. Енді осыны жаңағы әкімшілігінен комиссия құрылып, жаңағы біз енді жер басында қазбалықтарды кішкентай ұқсатқаннан кейін соны барлап көмектесіп, ауыл тұрғындары ел болып, осы халықтың тыңдаулары. Не алдық, не ойдық, қандай нәрсеге ұстадық деген сияқты бізде халықтың десіп беріп отырмыз. Сондықтан осыны комиссия құрылса жергілікті жерде анықтық. Соғыстар халықтың десіп беріп отырса. Құптарлық нәрсе, жақсыз жарымыз дейді ғой, бұл енді 7 қараша күнгі осындай. Жақсы кетпей, Абай ауданында Құлдызда ауылына осындай шәне түсуіне тілектес. Іске сәт, сақтар оң болсын. Рахмет. Ерліктер жеміс тілеймін. Өздеріңдіктер сол оқтатыр амандық тілеймін. Рахмет қолдауыңызға. Жақсылық болсын. Ақсақал өтір нүктесіне дейін айтпаса тоқтамайды. Рахмет. Ана Миллиардтер көріп қойсаң да кішкентай. Сіз тозбай. Бие сұрай беріңіз, бие беріп қалады. біле бер бар. Так. Тағы сұрақтарыңыз жоқ болса, онда қойылған сұрақтарыңызға рахмет. Енді қорытындысы және біріншісінде де айттық, екіншісінде де айтамыз. Ең бастысы экологиялық сат алу үшін құжаттар жиынтығын ұсындыңыз. Енді сол қабылданды деп есептеңіз, халықтың ризашылығын алып жатсыздар. Енді тек бірлесіп қызмет атқарып, осы елдің игілігіне қызмет атқарсын. Ойым сол, ниетім сол. Ертең осы жерде үлкен кен орны ашылып, елімізге де, ауылымызға да үлкен үлесі тиіп жатсын. Мына кішкентай ғана Арқаттың өзінде білесіздер, биылғы жылы біз барып көрдік, былтырда барып көрдік. Ол жерде былтырға 30 миллион теңге құйылған. Олардың ауылды дамыту қорына 30 миллион теңге олар құяды. Содан олар былтыр бір погрузчик алды, бір газель алды сол ақшаға. Ол газель, өздеріңіз білесіздер, мектепке берілді. Балаларды жаңағы ары беріп танысып, тағы басқа. Өйткені қазір бұл кісілерді де қанша көздеріңіз көріп жүр, частный, жеке көліктермен тасып жүр. Ал сондықтан да беріп қойсақ, несі жаман мысалы. Ертең ашылып жататын болса, балаларымыз спортқа, тағы басқа мәдени шараларға қарауға сол газельмен барып келіп жүретін болса. Екінші, погрузчик мысалы керек ауылға. Қыстың күні өзіңіздеріңіз білесіздер, былтыр алдыңғы жыл қатты қар жауып, осы көшелер жауып қалған кезде қиналдым да қалдым осы жерде тыпырлап. Трактористер, ана трактористке, мына трактористке бір жалын. Ал егер де ауылдың әкімшілігінде бір погрузчик тұратын болса, оған бір кісіні және қоғамдықпен алып қоятын болса, несі бар? Сәл-пәл құйды да тазарта бер кез келген жер. Ол да үлкен көмек. Одан кейін биыл олар 15 миллион теңгеге пожарный пункт салды. Солар салып берді 15 миллион теңгеге. Өздері қаржысын бөліп салып берді. Есесіне өрт сөндіру нелері департаменті жаңа пожарный машина берді. Арқатқа. Жаңа пожарный машина берді. Олар соны үлкен қылып салып қойған. Ішіне жаңағы газелін кіргізіп қойған, несін кіргізіп қойған, погрузчикті и пожарный машинаны жаңа кіргізіп қойған. Бір жерде ғана жинақталып тұр. Ал біз даже скорый машинамыз қоятын жер жоқ. Далада тұр мысалы. Қыстың күні бір нәрсе болып қалатын, қатып қалатын болса, скорый жоқ даже. Апара алмаймыз қарауылға. Мен жүгіріп жүрген, төкілі ағада отырмын, апарып келші мына кісіні деп.
машина. Сөйтіп жүрген жайларымыз бар. Ал егер жылы бокста тұратын болса, жылы жайда тұратын болса, кез келген уақытта машинамыз дайын. Өрт болатын болса, машинамыз дайын. Құдай сақтасын, болмай ақ қойсын. Тағы басқа погрузчигіміз дайын, өте жақсы дүние ғой. Содан жаңағы тағы бір не, ауылымызда монша жоқ. Егер де кейін мыналар істеп жататын болса, жалпы халықтық монша салғызып алсақ, ол да жақсы ғой. Иә. Қазір шүкір үйлерімізге су кіреді, Құдай бұйыртса. Енді сондықтан да ары қарай даму процестерін жүргізуіміз керек. Біз тоқыраудан шықтық. Енді наоборот ауылды дамыту жұмыстарын жүргізуіміз керек осындай. Моншаны да қаладағыдай салып қоятын болсақ, суббота воскресенье жанып тұратын болса, елдің бәрі соған келіп тұратын болса, қандай күшті. Бұл кісілер де мысалы жұмыс істейді, ана тауда жүреді. Бұл кісілерге де суға түсетін жер керек, моншаға түсетін. Сонда келіп өздері де түсіп жүреді ол кезде. Осындай дүниелер, ауылымыз даму керек, өркендеу керек, өсу керек. Оғанда бәріміз бір кісідей ат салысуымыз керек. Маяхата с края деп тұрмау керек. Түгеліміз жабылып, ауылымыз көтеретін болсақ, ауыл гүлденеді, ауыл өседі. Ертең жастар да келеді осында. Тұрақтайды. Қазір мысалы Арқатты мен мысал ретінде айта берейін. Арқатта да сол халық жастар жұмыс істеп жүр. Осы ауылдан да барып істеп жүр. Кімдер ағалар. Істеп жүр ғой, істеп жүр. Ал олар ашылып жататын болса, өзіміз де істейді ол жерде тұрып. Одан кейін Саржал мысалы қымызбен ақ қазір ауылға жастар тартып жатыр. Жай ғана қымызбен ақ дей ойлап тартып жатыр. Ал бізде мынау ашылып жататын болса, жастарымызға осы істеп жататын болса, ауылымыз жастар келіп толысып, мынау бос тұрған үйлер болмайды ертең. Бәрі қазір 800-700-ге өткізе алмай жұмыс үйлерімен. Ал ертең келіп тұратын болса, ол үйлеріміздің бағасы шарықтауы да мүмкін. Сондықтан да жақсы үмітпен қарай қалды. Тек қана жақсылық болсын. Енді сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Келіп бүгін қоғамдық тыңдауды өткізіп жатқандарыңызға рахмет. Рахмет. Осымен біздің жиналысымыз жабық деп жариялаймын. Ана неме бойынша, сценарий бойынша соңғы немесін оқып кетесіз бе? Жұртшылықтың қатысуына байланысты. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың барлық ескертулер мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасында көрсетілетін болады. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жариялаймын. Рахмет, сау болыңыздар.